Барлығына сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеомда мен әзірше Қазақстандамын және де ертең Түркияға ұшып бара жатырмын. Түркияға ұшпас бұрын жолға өзіммен не аламын? Түркияда жоқ, Қазақстанда ғана бар заттарды бірге алатын боламыз. Қазір супермаркетке келдім. Супермаркетте Қазақстанда ғана бар, Түркияда жоқ продукттер алып кетемін. Аз көреміз бірге не алатынымды. Супермаркетте түсіруге болмайды деп айтты. Өзіме керек косметикаларымды алып алдым, себебі Турцияда корейская косметика жоқ, табылмайды десе болады. Бар болса да қымбат. Кейінірек көрсем, не бар екен. Краснодарский шоколадты көбінесе ұстаздарға беру үшін Қазақстаннан алам. Кішкене экономщица сестренкам. 10 штук алайын ба? 8 ала салайын, пока. Сосын мынандай шоколадтар алуға болады. Алматы деген сияқты беру үшін. Енді маған сгущенка керек. Девчонка. Ана жақта мен девчонкаға деген білем. Мына жақта тұрайық, мен ана углда. Пакетиктің ішіндегі сгущенка бар ма? Майонез жеп отырсың ба? Бутылкадағы ма? Маған пакеттегі керек. Мынандай удобный негізі. Осындай сұраған менен. Осыны алсай. Так, сгущенка мен шоколад ең маңыздыларын алдық. Көбінесе өзімнен бір-екі колбаса алып алам, себебі ол жақта колбасалар жоқ, немесе дәмі жаман, маған ұнамайды. Сол үшін жақсы халал колбаса алып алам өзімен бірге. Ширин деген мусульманский бізде колбаса бар еді, реклама сияқты болып кетті. Содан кейін Турцияда тағы бір жоқ нәрсе, ол роллтон. Болып қалған нәрсені мама салып береді ме? Бағана корейский косметикадан да алдым деген болатын, соларды қазір сіздерге көрсетемін. Ең біріншісі ол мынандай увлажняющий крем. Ол Турцияда тоже табу өте қиын. Вообще бүкіл корейский косметиканы таба алмайсың, өйткені кремдері ондай қатты күшті емес. Косметика жағынан кішкене әлсіз. Одан кейін міндетті түрде BB крем, яғни. Бұны да мен Турцияда көрдім, Стамбулда бір магазинде бар, бірақ та ол жерде кішкентайының өзін өте қымбатқа заказ берген болатынмын. Сол үшін Қазақстаннан алып алыңыздар, өздеріңіздің тоналкаларыңызды запаспен алып алуға тырысыңыздар. Одан кейін қалғаны ол маскалар. Болды. Әзірше маған осылар жеткілікті, себебі мен карантиннің басында ғана Турцияға барғам, яғни сол кездің өзінде бүкіл косметикамды толтырып апарып тастаған болатын. Тіпті мен қолданбаған патчиларым барлығы жатыр. Сондықтан әзірше маған осылар жеткілікті. Бүгін екінші күн, мен әлі сатып алуларым жалғасуда. Бүгін тағы бір нәрсе таптым, қазір сіздерге көрсетем. Бұл Қазақстан ұлттық банкінің коллекциялық монетасы Көкбөрі деген. Біреу ғана қалыпты, осыны алдым. Негізі Түркияда маған тапсырыс беріп жүретін біздің профессорларымыз, тапсаң
келші деп. Осыны тапқаныма қуанышты болып тұрмын. Көкбөрі бұл жаңағы түркілердің шығу тегі дейді ғой. Егер Түркияға барарда қандай да бір сувенир алғыңыз келсе, осындай алып барсаңыздар болады. Қазір мен Стамбулға келдім. Енді осы чемоданды жинағаннан кейін ең қиын нәрсе не білесіздер ме? Оны келгеннен кейін орналастыру. Мен қазір екінші үлкен чемоданыма қарап отырмын. Өткенде маркетте, магазинде сатып алғандардың басқаларынан ол бауырсақ, міндетті түрде құрт алғаным, және де мама болмай қазы салып жіберген. Қазы енді тіптен болмайды. Бір пакет екен десем, 2 пакет екен. Қонғаннан кейін қарным ашып кетіп, ең бірінші не жедім? Әрине осы бауырсақты жедім. Сондықтан мамаларымды тыңдаңдар. Негізі осы жолы коронавирустың себебінен бе былай аэропортта тексеру өте қатал болды. Мысалы, міндетті түрде отрицательный ковид-тест керек болды. Одан кейін, мысалы, менің ғана багажымды бірнеше рет тексерді. Кейбір нәрселерді алдырмай қойды деген сияқты көп нәрсе болды. Өте қатал тексеріп жатты. Бұрынғыдан өзгешеліктер көп болды. Осы жолы менің алып келгендерім осы болды. Осы видеом сіздерге ұнаса, достар, лайк қойыңыздар, каналға жазылыңыздар. Негізі бұл мені толығымен қазақша түсірген видеом. Каналымды ашқан кезде көп ойланбастан бірден орысша бастап кеткен болатынмын. Неге екенін білмеймін. Бірақ біраз жазылушылар саны көбейген кезде ойлана бастадым, қай тілде жүргізгенім дұрыс деп. Және де бір жағынан өзімнің ана тіліме үлесімді қосайын деп, бір жағынан мысалы түрік тілді YouTube арналарын қараған кезде сондай қызығам, өз ана тілдерін соншалықты еркін қолданып, қандай жақсы жастардың арасында дамытқан, және де қазақша сөйлеп, қазақ тілінде сөйлеуді трендке айналдырайық деп, өзімнен бастайын деп, осылай YouTube арнамды қазақша жүргізуге өзім шешім қабылдадым. Сондықтан, егер де менің осы пікірімді қолдасаңыздар, менің каналыма жазылыңыздар, менің видеоларыма лайк басасыздар деп ойлаймын. Көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.